Депутат Бейсенбаев Ержан Алмабекұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Мен де сұрағым баяндамашыға. Қолданыстағы халық денсаулығы кодексінің нормаларына сәйкес, сіздің министрлік қызметкерлерге еңбекақы төлеудің үлгілік жүйесін бекітті. Қарастырылып отырған заң жобасы аясында бұл функцияның алып тастау ұсынылып отыр. Алайда ұсынылған ережеде біз мұндай құзыретті таппадық. Дегенмен, біздің ойымызша медицина қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі біріншіден жалақыны анықтаудың нақты критерийлерін белгілеу, екіншіден есептеу процестерін жеңілдету, әкімшілік шығындарды және төлемдерді өңдеу уақытын азайту. Жалпы алғанда еңбекақы мен еңбек қатынастары мәселелеріне қатысты барлық нәрсе анық және түсінікті болу керек. Сондықтан олар заң деңгейінде сақталу керек. Бұл ерекшеліктің себебі неде? Стандартты үлгі болмаған жағдайда денсаулық сақтау қызметкерлеріне жалақы қалай төленеді? Келесі сұрағым. Мемлекеттің қыруар ақшасына салынған емханалар мен амбулаториялар, сонымен қатар осы ғимараттарда тұрған миллиондаған қаражатқа алынған медициналық техника жекеменшікке арзан бағада бағаланып сатылып кетуі тұрғындарды алаңдатуда. Қазіргі уақытта көптеген емханалардың қаржылық есеп кірісі төмендетіліп, сату процесіне дайындық ретінде өтіп жатқан дәрігерлердің өздері де айтып жатыр. Мемлекеттік емдеу сауықтыру, амбулаториялық емханалар, ауруханалар, акушерлік, гинекологиялық және босануға арналған бөлімшелер, педиатрлардың қаншасы қазіргі уақытта жеке меншікке немесе мемлекетпен бірлескен кәсіпкерлік саласына берілген және де алдағы уақытта берілуге құжаттар дайындалып жатқанын білгіміз келеді. Соған жауап берсеңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді мына біріншіден еңбекақы төлеу мәселесі қазіргі уақытта мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақы төлеу тәртібі мемлекеттік мүлік туралы заңның 138 бабына сәйкес жүзеге асырылуда. Бұл бап мемлекеттік кәсіпорын қызметкерлерінің еңбекақы төлеу мөлшерін, нысанын және жүйесін анықтау тәртібін реттейді. Сондықтан осыған байланысты мемлекеттік мүлік туралы заңның нормасымен қайталануын болдырмау мақсатында осы кодекс нормасын қолданыстағы заңнамаға сәйкес келтіру қажеттілігі туындады. Осыған байланысты тиісті ұсыныстар жасалынды. Енді бүгінгі таңда еңбекақы төлеу негізі тәртібі 1193 үкіметтің қаулысыменен белгіленген. Сонымен қатар штат нормативіне байланысты тиісті денсаулық сақтау министрліктерінің бұйрықтары бар. Енді бұл бұйрықтарға тиісті өзгерістер бүгінгі таңда енгізіліп жатыр. Сонымен қатар барлық бүгінгі таңда біздің мемлекеттік мекемелер мемлекеттік кәсіпорындар болып табылады. Соған байланысты әр мекеме өзінің қажеттілігіне байланысты қосымша еңбекақы төлеуге, тиісті ынталандыру сомаларын қосып төлеуге мүмкіншіліктері бар. Екінші мәселе, көтеріп жатқан мәселеңіз жеке сектордың енді даму үшін мәнінде 20 жылдан бастап қарқынды дамып келе жатыр. Бұл МЭМС жүйесінің енгізілуімен байланысты және де енді негізгі қағидат бұл жерде неғұрлым конкуренция болған жағдайда соғұрлым сапасы жоғарылайды деген принциппенен 20 жылдан бастап осы бүгінгі таңда біздің негізгі жалпы алғанда медициналық қызметтерді көрсететін барлық емдеу мекемелердің 65% жекеменшік емдеу мекемелері, бірақ қаржылай қарағанда 30%-дің мөлшерінде қаржы жағынан қарағанда жеке емдеу мекемелеріне тиесілі. Бірақ енді жұмыс жасап жатқан емдеу мекемелер барлығы бір стандарттарменен, бір хаттамаларменен жұмыс жасалынып жатыр. Тиісті қадағалау функциялары денсаулық сақтау министрлігінің комитетіменен бүгінгі таңда іске асырылып жатыр. Сіздің айтып отырған енді мына жекеменшікке кететін тиісті құрал жабдықтарға байланысты біз қосымша жауап беретін боламыз. Себебі приватизацияның тиісті тізімі үкіметтің қаулысыменен бекітілген болатын тұғын. Оның ішінде біраз емдеу мекемелердің, жергілікті атқарушы органдардың емдеу мекемелерінің приватизация тізімінде бар. Енді ол тізімді сізге қосымша беріп, қосымша ақпарат енгізетін боламыз.